Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен мысықтың денсаулыққа пайдалы екенін бөліскім келіп отыр. Мысық асыраңыз, себебі Америка ғалымдары көп зерттеуден кейін әрбір үйде мысық болуы тиіс деген қорытындыға келген. Мысықтың пырылы жануарға тән жай ғана дыбыс дерсіз, бірақ оның түрлі дертке ем екенін біреу білсе, біреу білмес. Әсте бұл пырыл мынандай ауруларға шипа көрінеді. Сынған сүйектердің бітіп кетуіне көмектеседі және сүйекті қатайтады. Адамның жүйке жүйесі мен психикасын қалпына келтіреді. Сондай-ақ мысықтың пырылдаған дыбысы мидың және жүрек қан айналымын жақсартып, иммунитетті көтереді. Гастрит асқазанындағы тасты жойып, астрохондроз, тұмау, ұйқысыздық ауруларынан емдейді. Ішімдік пен нашақорлыққа деген тәуелділікті сілейтеді. Мысықтың тырнақтары ине терапиясының орнында жүреді. Алайда ислам тарихында мысықтардың пырылдағаны Аллаға зікір айту деген түсінік бар. Алланың үйі мешітке кіруге рұқсат етілген жалғыз жануар ол мысық. Осыдан-ақ бұл үй жануарының исламдағы орнын біле беруге болады. Әлемге нұрын төккен адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз да мысықты ерекше жақсы көрген. Алланың елшісінің Муиза есімді аппақ мысығы болған екен. Екі дүние сардарының оны жақсы көрген соншалық орнынан тұрарда шапанның етегінде ұйықтап қалған мысықты оятып алмау үшін киімін қиып тастаған. Мысық ішкен сумен дәретте алғанын мына хадистен аңғаруға болады. Аннас ибн Маликтен біреу мысық жайында сұрағанда ол былай деген екен: бірде Алла елшісімен сапарға шығады. Сонда пайғамбарымызға маған дәрет алатын су дайындауымды тапсырды. Алайда ол келгенге дейін дәрет суды құйылған ыдыстан бір мысық су ішіп жатты. Ардақты елші болса, ішіп жатқан мысықтың шөлі қанғанша күтіп тұрды. Содан мен суды жаңартайын дегенімде пайғамбарымыз: ей Аннас, мысық деген таза жануар және ешқашан ештеңені кір қылмайды деп жауап береді. Сондай-ақ оларға зұлымдық жасап қоюдан да сақ болу керек. Бір әйелдің мысықты бірнеше күн ас сусыз қалдырып аштан өлтіргенін, ақыр соңында тіршілік иесінің қатыгездік танытқан әйелдің тозаққа түскені жайында оқиға көпшілігімізге таныс. Сондықтан да Алла жаратқан жаратылыс иесіне ешқашанда мейірімдік көрсеткен абзал. Егер сендердің жануарларға жасаған қиянаттарың кешірілсе де, онда көп күнәдан арылатын едіңдер деген екен. Сол себепті мысықтарымызды аялайық.